Бәріңізге сәлем. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жасанды интеллект және де интернеттегі жасанды интеллекттің жақсы және оның артықшылықтары. Жасанды интеллект бұл компьютерлердегі машиналарға және бағдарламаларға адам тәрізді ойлау, үйрену, шешім қабылдау, проблемаларын шешу сияқты қабілеттерді беру саласы. Яғни адамның ақыл-ой қызметтерін техникалық құралдар арқылы модельдеу. Жасанды интеллекттің негізгі бағыттары бұлар бірнеше сатыдан тұрады. Біріншісі, компьютерлердің деректі арқылы тәжірибені жинап, өздігінен үйренуге мүмкіндік береді. Мысалы, мәтіндерді аудару, спам хаттарды ажырату деген секілді. Екіншісі, табиғи тілдерді өңдеу. Компьютерлердегі адам тілін түсінуге және өңдеуге мүмкіндік береді. Мысалы, чат-боттар, аудармашы бағдарламалар. Үшінші, компьютерлік көру, бейнелер мен суреттегі тану және өңдеу. Мысалы, бет әлпетті тану жүйелері. Келесі, робототехника. Физикалық роботтарға шешім қабылдау мен қозғалыс жасау қабілеті беру. Және де белгілерді бір саладағы медицина, заң, техника, маман шешімдерін имитациялайтын жүйелер. Жасанды интеллект бұл көбіне үлкен деректер базасын сүйенеді. Ол мәліметтерді жинап, олардың заңдылықтарына анықтайды. Әдетте жұмыс алгоритмі мәліметтерді жинау, мәліметтің алдын алу, өңдеу, үлгілерді үйрету, болжау және шешім қабылдау. Қателерді түзету. Жасанды интеллекттің түрлері. Біріншісі, бұл тар бағыттағы тек бір тапсырманы орындайды. Мысалы, шахмат ойнау бағдарламасы немесе Google Translate. Жалпы жасанды интеллект General AI адам сияқты кез келген интеллектуалды тапсырманы орындай алатын жүйе. Әзірше мұндай жүйе жоқ, зерттеу жүріп жатыр. Суперинтеллект, суперинтеллигенс адамның барлық интеллектуалды тұрғыдан алып түсетін болашақ гипотетикалық жасанды интеллект. Жасанды интеллекттің қолдану салалары медицина, диагноз қою, аурулар болжау, қаржы, алаяқтарды анықтау, инвестиция, кеңес беру, көлік, автономды жүргізу, Tesla сияқты, білім беру, жеке оқу жоспарларын жасау, өнер, музыка, сурет, жазба туындыларын жасау. Жасанды интеллект.